Қалайсыңдар сендер мен Мико Пис арнасы, бүгін біз Кайдо жайлы айтатын боламыз. Арнаға жазылып қоңырауша түймешесін басуды ұмытпа. Аңдардың Кайдосы, сонымен қатар әлемдегі ең күшті жаратылыс ретінде белгілі жыртқыш қарақшылардың генерал-губернаторы бұрынғы Йонко, ол бір кездері аяқтаған. Басқалармен бірге жаңа әлемді бақылау, ол сондай-ақ Яматоның әкесі. Кайдо өте үлкен денесімен ерекшеленетін, қалыпты бойлы адамдардың үстіндегі мұнаралардың көптігімен ерекшеленетін күйген адам. Оның өте кең бұлшықет денесі, кең иықтары және сәйкесінше үлкен қолдары бар. Массасы бойынша біркелкі емес оның аяқтары, кем дегенде төменгі аяқтары. Олар оның қолына қарағанда сәл пропорционалды емес болып көрінеді. Бұл оның қолына қарағанда әлдеқайда жеңіл, бірақ ұзындығы шамамен бірдей. Оның аяқтары да қолдармен салыстырғанда өте кішкентай. Төзімділік бойынша адамнан тыс, кем дегенде басқа күшті қарақшы күзетшіден кем түспейді. Интеллект орташа. Жауынгерлік дағдылар жоғары, үлкен шайқас тәжірибесі, әлемдегі ең күшті жаратылыс, сонымен қатар бірге бір шайқаста көбісін айыра алады. Аты аталмаған мифтік зоан түріндегі жемісі, ол Кайдоның ұзындығы жүздеген метр болатын Корей айдаһарына айналуына мүмкіндік береді. Осы формада болған кезде Кайдо ұшуға қабілетті, өзінің пайда болуымен найзағай бұлттарын қалыптастырады, сонымен қатар аузынан жылу отағындарын шығарады. Басошоку хэки, қару, жарақ еркі, пайдаланушыға айналасында көрінбейтін сауыт жасауға мүмкіндік беретін қабілет. Әрі қарай жаттығу кезінде бұл түрді қару ретінде де қолдануға болады. Мысалы, бағытталған концентрацияланған шығарындыларды жасау арқылы хактар, қарсылас пен қоршаған ортаға өте үлкен зиян келтіруі мүмкін. Бұл оның күшін арттырады немесе қаруды қанықтырады. Бұл оның тиімділігін арттырады. Қару жарақ хакерлермен толықтырылған кез келген шабуыл әлдеқайда көп зиян келтіреді. Басошоку хэки, қару, жарақ еркі, пайдаланушыға айналасында көрінбейтін сауыт жасауға мүмкіндік беретін қабілет. Әрі қарай жаттығу кезінде бұл түрді қару ретінде де қолдануға болады. Мысалы, бағытталған концентрацияланған шығарындыларды жасау арқылы хактар, қарсылас пен қоршаған ортаға өте үлкен зиян келтіруі мүмкін. Қысқасын айтқанда, Кайдо ең мықты тіршілік иесі, оның командасында Белоус, Шики, Биг Мом, Джон секілді пираттармен бірге болған, ал капитаны Рокс Чибек. Кайдо негізінен Луффидан мықтырақ болды деуге болады. Луффи Кайдодан 4 рет ұтылды, сонда да Луффи берілмей сюжеттің көмегімен жеңді, бұл айдан анық нәрсе. Жеке өз ойымды айтатын болсам, Кайдо Гарасидегі барлық 5 шалғада шамасы детет деп айтуға болады. Луффидің 5 гермен ұзақ уақыт соғысқан Кайдо Гарасилерге шамасы жетеді деп ойлаймын. Луффимен шайқасқан әрбір кейіпкер жеңіледі, себебі ол басты кейіпкер, ал Кайдо жақын арада оралады деп ойлаймын. Оның терісі адамның терісі емес, өте қатты мықты. Ал енді өз ойларыңды да жаза кетсеңдер болады. Кайдо шынымен Луффиден жеңілді ме, әлде Луффи сюжеттің көмегімен ұтты ма? Луффи өзінің Gear 5 қуатына Негасима аралын ергежейлі етіп жіберетін үлкен жұдырық жасау үшін пайдаланды. Ол қарсыласының қорғанысын айналып өту үшін оны хакимен толықтырды. Осы уақытта Кайдо өзінен 2 есе үлкен алып жалын айдаһарын жасады. Кайдоның шабуылынан шыққан жылу оның жолындағы кез келген нәрсені ертуге жеткілікті күшті болды. Екі шабуыл байланысқа түскенде, Луффидің Баджунг-гун Кайдоны Ваноның тереңдігіне жіберіп, оның билігін аяқтады. Сонымен Кайдоны жеңу үшін Луффиге 2 хаки күшейткіші және ібіліс жемісін ояту керек болды. Gear 5 Луффиді көнбейтін етіп жасай жаздады, бірақ қуаттандырудың бір маңызды әлсіз тұсы болды, төзімділікті тұтыну. Gear 5-ті пайдалану кезінде Луффи белгілі бір жерлерде шаршаған көрінеді. Бұл пішінді сақтау үшін көп шыдамдылық қажет екенін білдіреді. Бұл Луффидің күшін сол жерде оятқан үшін түсінікті. Тіпті басқа Gears болса да, Луффи оларды меңгеру және барлық негативтерді жою үшін көп жылдар бойы қажырлы еңбекті қажет етті. Луффи де, Кайдо да соңғы аяғында тұрғанда екеуі де есінен танып кетпей тұрып, жекпе-жекті аяқтау керектігін білді. Сендермен болған мен Мико Пис, барлық тапқан ақпараттар осы. Арнаға жазылып тіркелуді ұмытпа.